Ұлттық демократиялық қозғалыстың өрлеуі. Құрметті балалар, бүгінгі тақырыбымызда 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басындағы қазақтың зиялы қауымының көрнекті өкілдері Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мұстафа Шоқай және тағы басқалардың ұлттық демократиялық бағыттағы қызметіне және алғашқы қазақ баспасөздері Айқап журналы, Қазақ газеті және ұлттық мүддедегі кітаптардың жарық көруінің маңыздылығына тоқталамыз. Балалар, алдымен 20 ғасырдың бас кезіндегі қазақ халқының рухани мәдениетінің даму ерекшелігіне келетін болсақ, бұл кезеңдегі мәдениет ғасырлар бойы дамыған, өзіндік тарихи ерекшеліктері бар рухани мұраның жалғасы еді. 1905-1907 жылдардағы революциялық қозғалыс таптық күрестің шегінуі және қайтадан өрлеуі де қазақ мәдениеті салаларының жаңа мазмұнда қарқындап дамуына әсер етті. Мәдениет салаларының алға дамуына алғышарттар жасаған, енді қоғамдық өмірден белгілі орын алған баспа ісі жолға қойылды. Қазақ тіліндегі алғашқы баспа газеттері Түркістан уәлияты 1870-1882 жылдар, Дала уәлияты 1888-1902 жылдар болды. Біріншісі Ташкентте шығып тұрды, ал екінші газет Омбыда шықты. Ұлттық демократиялық мәдениеттің аса көрнекті өкілдерінің алғашқы кітаптары тек 1905-1907 жылдары революциядан кейін ғана шыға бастады. 1909 жылы ұлы ойшыл жазушы Абай Құнанбаевтың шығармалар жинағының жарық көруі Ресей халқын дала поэзиясымен таныстырды. 1913 жылы жалпы ұлттық қазақ газеті Орынборда жарық көрді. Ал енді балалар, 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басындағы қазақтың зиялы қауымының көрнекті өкілдерінің ұлттық демократиялық бағыттағы қызметіне жеке тоқталамыз. Ахмет Байтұрсынұлы 1873-1937 жылдар қазақтың ұлы ағартушысы, ірі ғалым, лингвист, түріктанушы, ақын, аудармашы, әдебиет құралдарының зерттеушісі, бірқатар оқулықтар мен оқу құралдарының авторы. Қазақ газеті Ахмет Байтұрсыновтың басшылығымен шықты. 1913-1918 жылдардың қаңтарына дейін шығып тұрды. Бұл газет беттерінде патша үкіметінің зұлымдық саясаты, халқына жасап отырған зорлық-зомбылығы ашып көрсетілді. Ахмет Байтұрсынов жер аударылған кезде бұл газетке Міржақып Дулатов басшылық жасады. Бұл газеттің маңайына қазақтың демократиялық интеллигенциялары Құдайбердиев, Жұмабаев, Қарашаев, Торайғыров, Аймауытов, Майлин, Дөнентаев, Шоқай, тағы да басқалары топтасты. 1911 жылы Орынборда Байтұрсыновтың 1911 жылы Маса атты өлеңдер және аударма мысалдар жинағы басылды. 1909 жылы 40 мысал атты шығармалар жинағы Крылов мысалдарын негізге ала отырып жазылды. Байтұрсыновтың араб графика негізінде алфавиті 1924 жылы жаңа емле ретінде қабылданды. Тіл құралы оқулығы Байтұрсыновтың тек қазақ халқына ғана емес, сонымен қатар бүкіл түркі тілдес халықтар әлеміне енгізілген үлкен жаңалығы болды. Міржақып Дулатов 1885-1935 жылдар Ахмет Байтұрсыновтың халықты азаттық күреске шақыру жолындағы пікірлес жолдасы, оның 1909 жылы қазанда жарық көрген Оян қазақ атты жинағы халықтың тағдыры мәселесі көтерілген тұңғыш шығармасы болды. Осы кітап үшін қудаланды, бірақ Дулатовты патша үкіметінің бұл қылықтары жасталмады. Осы кезеңде 1910 жылы Орынборда оның Бақытсыз Жамал, 1913 жылы
азамат деп аталатын шығармалар жинағы 1915 жылы терме атты еңбегі жарық көрді. 1913 жылдан бастап Байтұрсыновпен бірге қазақ газетінде өз халқын отарлауға қарсы күреске шақырып, талмай еңбек етті. Осы тұста Алаш қозғалысы басшыларының бірі Мұстафа Шоқай 1890-1941 жылдар саяси көзқарасы қалыптаса бастады. Қазақтардың 3-ші және 4-ші мемлекеттік думаларына қатысуына тыйым салуына қарамастан, Мұстафа Шоқай мұсылмандар фракциясымен тығыз байланыс жасап, белсенділік танытты. Мемлекеттік дума депутаттарының назарын қазақ халқының басынан кешіп отырған ауыр жағдайға аударып отырды. Қазақ поэзиясының жарқыраған жұлдыздарының бірі Мағжан Жұмабайұлы 1893-1937 жылдар жастайынан орысша оқып, орыс әдебиетінің мәдениетіне еркін жеткен Мағжан қазақ поэзиясына өзіндік ерекшелігімен, дарынды болмысымен келді. Ол қазақтың өлең ұйқасына поэзияның жаңа түрлерін енгізді. Қазақ поэзиясына Мағжанның ықпалын тек Абай ықпалымен ғана салыстыруға болады. Мағжан Шолпан, Сана журналдарында, Ақжол газетінде редактор болып қызмет атқарды. 1912 жылы Шолпан атты өлеңдер жинағын шығарды. Мұхаммеджан Сералыұлы Тынышбаев 1879-1937 жылдар Санкт-Петербург институтында оқып жүрген кезінің өзінде-ақ қазақ халқының ұлттық мүддесін патша әкімшілігінің озбырлығынан қорғаған мақалалар жазады. 1907 жылы 2-ші мемлекеттік думаға Жетісу губерниясынан депутат болып сайланады. Қазақстандағы демократиялық бағыттағы баспа болуына бар күш жігерін салған Сералиннің еңбегі зор болды. 1910 жылдың аяғында Сералин Айхак журналын шығаруға рұқсат алды. Айхак журналы беттерінде жер мәселесі жиі көтеріліп отырды. Сұлтан Махмұд Торайғыров 1893-1920 жылдары 20 ғасырдың бас кезінде демократиялық бағытта қалам тартып, өз халқының тәуелсіздігі үшін күрескен аса көрнекті халық қалаулыларының бірі болды. Ол өзінің адасқан өмір, 6 аяқ, бір адамға адасқан өмір атты өлең түрінде жазылған поэмаларында сол кездегі қоғамды өткір сынап, сол кездегі қазақ өміріндегі шындықты суреттеуге бағытталған. Қамар сұлу романы арқылы осы кезеңдегі қазақ қыздарының басындағы ауыр жағдайды сипаттайды. Тақырыбымызда аталған газеттер мен журналдардың, кітаптардың жарық көруі халықтың ұлттық санасын оятуда қазақ зиялыларының ұлт мүддесі үшін тығыз топтасуында елеулі рөл атқарды. Демократиялық бағыттағы қызметін ағартушылықпен ұштастыра білген ұлттың зиялы қауым өкілдері қазақ ауылының саяси өмірге тартылуын тездетті.